Әже, сен қазақтардың ырымдары туралы білесің бе? Білем арайлым, білген ырымды айтып берейін саған. Әже, мен саған осы ырымдар туралы сұрақ қойсам бола ма? Болады. Әже, неге есікті керуге болмайды? Есікті керуге болмайды. Баяғы жау шапқан кезде адамдар есікті керіп, жауларды ішке кіргізбеген. Сол үшін есікті керуге болмайды дейді. Ал сонда нанды неге тастауға болмайды, оны басуға да болмайды? Нан деген өте киелі нәрсе. Нанды өсіру үшін қаншама бейнет керек, қаншама не керек. Сол үшін нанды басуға да болмайды. Бір кездерде айтқан бір кішкентай ғана нанның қоқымы түскен жерді адамдар қоршап қойған. Аштық кезінде нанның да бүкіл тамақтың да қаншама бейнетін көрген кісілер барлығын біледі. Сол үшін нанды басуға да, лақтыруға да болмайды. Ал сонда бесікті ашық қалдыруға да болмайды ма? Бесікті ашық қалдыруға болмайды. Бесікке бөлеген бала шошиды. Сол үшін бесікке үлкен кісілер айтып жатады, бесікке шайтандар орналасып алады деп, сол үшін бесіктің бетін ашық қалдырмайды ешқашан. Рахмет әже, осы ырымдарды мен есе сақтап, өз балаларымда айтып жүремін. Әже, мен сізден қазақ ұғымындағы ырым-тыйымдар туралы сұрайын деп едім. Маған сол туралы айтып бересіз бе? Сұрай ғой, айтып берейін. Қазақ ұғымдарында бірталай ырым-тыйымдар өте көп. Бірақтан соның кейбір түрлерін айтып берейін саған. Қолды төбеге қойма деген өте бір сондай бір ырым бар. Ол әке шешесі тірі балашаға еш уақытта төбесін қолына қоймайды. Әке шешелері бақилық болғаннан кейін ғана да төбеге қойса ол онша айтыла бермейді. Сондықтан әке шеше бақытты болып, осы бала шағасының алдында жақсы болып жүру үшін әр уақытта сол ырымдар айтылады. Ырымдар мен тыйымдар халқымыз сан ғасырлар бойы ұрпақ жадында жаңғырып тәрбиенің қайнар көзіне айналған киелі ұғымдардың бірі. Үлкендер беріңді таянба, беріңді баспа сынды сан түрлі ырымдарды тыйым етіп айтып отырған. Тыйымдардың мағынасын айта кетер болсақ, қызға қырғидан тыю. Бұл дегеніміз қыз баласы бейуақытта күліп, бейуақытта сөйлемеген абзал. Себебі қыз балалар болашақ аналар. Екінші, үлкеннің алдын кеспеу. Бұл екі мағына береді. Біріншісі, үлкеннің алдын кессе жолы болмауы мүмкін. Екіншіден бұл мәдениеттілікке және де тәрбиелікке жетелейді. Үшінші, үйге қарай жүгірме. Бұл дегеніміз үйге қарай тек жаман хабар жеткізуші адам ғана жүгіреді деген мағына береді.